Ел бюджетінің шығыны мен кірісі тағы бір пысықталып, бүгін жоғарғы палатаның жалпы отырысында қаралды. Алдағы 3 жылға арналған республикалық бюджет пен ұлттық қордан бөлінетін кепілдендірілген трансферт көлемі аз-кем өзгерген. Сенаторлар бұл түзетулерді негізді деп, құжатты бір ауыздан қабылдады. Әріптесім Индира Жылғайдарова тарқатады. Нақтыланған болжам бойынша 2016 жылғы қазына қаржысының әлеуметтік экономикалық параметрлері қайта қаралған. Ішкі жалпы өнімнің өсуін ескерген ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев 2016 жылы бюджет қоржынына 3 триллион 365,3 миллиард теңге табыс түсетінін баяндады. Бұл жоспардағыдан 300 миллиард теңгеге аз екен. Ал шығындардың көлемі керісінше 600 миллиард теңгеге ұлғаймақшы. Салықтың негізгі толық түспеуі ағымдағы жылғы 1 наурыздан бастап құбылмалы шекелге өтумен және мұнай бағасы барреліне $30 кезінде экспорттық кеденді баж мөлшерлемесін тоннасына $40-дан $20-ға дейін төмендеуімен, сондай-ақ алдын айтқандай мұнай өндіру көлемінің болжамының 77 миллион тоннадан 74 миллион тоннаға дейін төмендетумен байланысты. Осы күні сенаторлар 3 жылға кепілдендірілген трансферт туралы заң жобасында мақұлдады. 2016 жылға ұлттық қордан бөлінетін трансферт көлемі 2 триллион 880 миллиард теңгені құрамақ. Биыл мұнай баррелі $30 деңгейінде болады деп болжанып отыр, ал металл бағасы өткен жылдағыдай арзандап қалуы мүмкін. Ұлттық қорды басқару жөніндегі кеңестің шешімімен бюджетке түсетін пайда есептелген кезде ұлттық қордың 807,7 миллиард теңге нысаналы трансферті ескерілген. Оның 240,5 миллиард теңгесі елбасының тапсырмасына сәйкес тұрғын үй құрылысын салуды ынталандыруға және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға бағытталмақ. Бюджет трансферт талқыланған сенат отырысына ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышевтың қатыспауы мүмкін емес. Оның мәліметінше ұлттық банк ақпан айында $474 миллион ақша сатып алған. Бұл алтын валюталық қорды толықтыру үшін жасалып отырған шара. Нәтижесінде оның көлемі $27,7 миллиард жеткен. Айта кетейін, елдің сеніміне ие болып үлгерген ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев халыққа жинаған ақшасының 50%-ын доллар мен 50%-ын теңгемен сақтауға кеңес берді. Индира Жылғайдарова, Қанат Әбілдин, хабар.